Баршаңызға сәлем, арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгін біз сіздермен осындай жақындарымызды қуантатын, өте дәмді болып шығатын және қолжетімді заттардан жасалатын осындай домашний торт дайындаймыз. Торттың көлемі үлкен болғандықтан мен осындай 9 жұмыртқа істеттім. Ақ сары уыздан ажыратамыз. Ыдысымыз құрғақ, таза және ешқандай бір су болмау қажет. Міндетті түрде осыны ақ уызды сары уыздан ажыратып, үлкендеу ыдысқа салып, шым-шым тұз салып, миксер көмегімен араластырамыз. Ақ уызымыз осындай массасы плотный болады. Аударып көріп тексереміз. Ағып кетпесе, үстінен құмшекерді салуды бастаймыз. Таразы жоқ кезде осындай орта көлемдегі пиалайды алып, үстінде горкасын алып тастаймыз. 1,5 пиалай құмшекер қосылады, немесе қасықтап есептегенде 16 ас қасық құмшекер қосасыздар. Немесе грамдап жазып қалдырдым астында. Осылай құмшекерді аз-аздан салып, миксер көмегімен араластырамыз. Барлық құмшекерімізді салып болған соң тура 2 минут миксер көмегімен араластырамыз. Сол 2 минуттың ішінде құмшекері ериді. Бізде осындай меренга дайындап алдық. Өте плотный масса болды. Осындай глянцевый болып шықты. Үстінен жұмыртқаның сарысына біреу-біреуден салып, лопаточка көмегімен жоғарыдан төмен қарай етіп араластырамыз. Әртүрлі етіп араластырмаңыздар, меренгаңыз түсіп төмендеп кетеді. Енді осындай ұнымызды есептейміз. Тура 1,5 пиалай ұн қосамыз. Менде бірінші сұрыптағы ұн, немесе 16 ас қасық ұн қосамыз. Міндетті түрде ұнды елеп салыңыздар. Ұнды да дәл осындай аз-аздан қосып саламыз. Бір 7-8 рет осылай ұнды қостым. Аз-аздан салып бармасаңыздар, массаңыз көлемі түсіп кетеді. Дайын болған бисквиттің қамырын формаға саламыз. Форманы көлемі 26 см, биіктігі 9 см. Қамырымызды ортадан шетке қарай тартыңыздар, себебі ортасы олсызда көтеріліп піседі. Қызып тұрған пешімізде 220 градусқа дейін қызытып алып, 170 градуста 50-60 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей дайын болған бисквитімізді шамалы қиғаш етіп, арасына ауа кіретін етіп, суытып аламыз. Дайын бисквитімізді бөліп алдым. Мінекей видеода көрініп тұр, өте әдемі болып піскен. 3 бөлікке бөлдім. Енді ішінен кремін дайындаймыз. Менде кәдімгідей сепаратордан шыққан базардың осындай қаймағы, 400 грамм қаймаққа 225 грамм қойылтырылған сүт қосып, миксер көмегімен араластырамыз. Пайдалы және дәмді креміміз дайын. Арасына салатын жеміс-жидектерімізді дайындап аламыз. Менде тортым домашний болғандықтан осындай термообработкадан өткізген жоқпын. Астыңғы жағына аздаған крем жағып, бисквитіміздің бірінші бөлігін саламыз. Астына сиропыны құямыз. Менде жай ғана құмшекермен су қостым. Дайын болған кремімізді 2-ге бөліп алып, осылай 2-ге бөліп арасына жағамыз. Бұл крем жай ғана арасына прослойкаға кетеді. Үстіне басқа крем дайындаймыз. Арасына бірінші слойға мен банан, ежевика, малина қостым, ал екінші слойына жай ғана банан мен жаңғақ кетеді. Осымен тортымызды жиып алдық. Сыртына жай ғана кальцоны кидіріп қойдым мен. Қаласаңыздар басында сразу кальцоны ішіне салып жейсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлысын жасаңыздар. 1 сағатқа холодильникке алып қоямыз. Жидектерімізді үстін жалтырап шығу үшін желатин дайындаймыз. 1 шай қасық желатинге 3 шай қасық су қосып шетке алып қоямыз. Екінші, үстіне украшениясына крем дайындаймыз. 250 грамм құмшекерге 125 грамм суды қосып, газымыздың үстіне қоямыз. Сол сәтте 4 жұмыртқамызды ақ уызын сары уыздан ажыратып, дайындап қоямыз. Сиропымыз қайнап шыққан кезде ақ уызымыздарымыздың үстіне шым-шым тұз салып, миксер көмегімен араластырамыз. Осындай плотный масса болған кезде шай қасықтың ұшында етіп лимонный кислота саламыз және ванильді құмшекерімізді саламыз. 5 секунд шамасында араластырып жібереміз. Сиропымыз сол жерде қайнап жатыр, кәдімгідей орта отта қайнайды. Мұздай судың ішіне салып, осылай тексеріп көреміз. Осындай жұмсақ шарик болады. Сол сәтте миксерімізді жағып,
тынбай араластырып, және дайын болған сиропымызды аз-аздан құйып барамыз. Бірден құйып жіберсеңіздер, осындай меренгаңыз төмендеп, және осындай ақуызыңыз ағып кетеді. Сиропымызды құйып болған соң миксер көмегімен тағы 7-10 минут шамасында араластырамыз, креміміз суығанға дейін. Мінекей осындай өте плотный, дәмді креміміз дайын. Бұл кремімізді жақсылап араластырып жіберіп, бұл кремден гүл істесеңіздер болады, немесе трубочканың ішіне кәдімгідей қоссаңыздар болады. Тортымызды холодильниктен алып, және осындай желатинді ыстық будың үстіне қоямыз, немесе микроволновкаға қойып, ертіп аламыз. Желатиніміз ерігенге дейін үстіне осындай фруктыларымызды қойып шығамыз. Бананымыз демде қарайып кетеді, сондықтан ертерек әрекет жасаңыздар, барлығы осындай әдемі болып шығады. Мен апельсин, киви, банан және орта жағына клубника қойдым. Өздеріңіз қалаған жемістеріңізді, жидектеріңізді қойсаңыздар болады, өздеріңіз фантазияларыңызға қарай. Мен осылай өзіме ұнағанын істедім. Үстінен ыстық болып тұрған, бірақ қайнамаған желатинді үстінен жағып шығамыз щетка көмегімен. Сондасын осындай жидек жемістеріңіз әдемілеп жалтырап, осындай глянцевый цвет болып тұрады. Немесе қаласаңыздар, кондитерский магазинде декор гель деген бар, сонымен обработка етіп шықсаңыздар болады. Жидектерімді өзіме керекті формада етіп қойып алдым, және осындай тортымыздың жандарын және үсті жағын сәндейміз. Байқасаңыздар, торттың шеттеріне мен ешқандай крем жақпадым. Осындай жидектерді қойып болған соң аздаған кремді әшейін жағып шығамыз, және шет жақтарын өздеріңіз фантазияларыңызға қарай, насаткаларыңызға қарай сәндеп шықсаңыздар болады, немесе жай ғана кремді жағып, өздеріңіз үстінен шоколад немесе шоколад ағызсаңыздар да болады. Мен қолданып жатқан насадка 1М открытая звезда деп аталады. Осындай кондитерский мешок. Соның ішіне кремді салып, осындай торттың шеттерін жасап шықтым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызға қарай жасаңыздар. Осымен осындай өте дәмді, әдемі және қолжетімді заттардан жасалатын осындай домашний тортымыз дайын. Қолжетімді заттардан дайындадық деп ойлаймын. Себебі осындай арасына қымбат сливки немесе творожный сыр қосқан жоқпын. Осындай 2 крем дайындадық. Өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Үлкендеу мерекелерге, шай ішуге немесе жақындарыңыздың туған күніне жасап қуантсаңыздар болады. Ал тортымыздың салмағына келетін болсақ, астына тарелкасымен есептегенде 2 кг 200 грамм торт болды, ал таза салмағы 2 кг 200 грамм болып шықты менде. Үлкен отбасыға кәдімгідей үлкен торт болды. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнамды қолдап кетіңіздер, ал арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда жаңа шыққан видеоларымды өткізіп болмай көресіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, сау болыңыздар.